Ассалаумағалейкум. Бұл қызық екен. Төте жазу дегенді естігеніңіз бар шығар. Қытайдағы ұйғырлар мен қазақтар түркі әлемінің көсемі атанған Ахмет Байтұрсынұлы жасаған төте жазуды осы уақытқа дейін пайдаланып келгенін білесіз бе? Жалпы әлемдегі қазақтар тілі қазақша болғанымен жазуы үш түрлі. Тәуелсіз қара шаңырағымызда кириллица, Қытайда төте жазу, Түркия мен Өзбекстандық қазекеңдер латын жазуларын қолданады. Қазағым сол қилы заманның қызыл қарғы бауы мойнымызға ілінбей тұрып, 1912 жылы Ахмет Байтұрсынұлы атамыз қазақтың алғаш алфавитін жасап шығарған біреу білсе, біреу білмес. Онға дейін қазақтар парсы, шағатай, ноғай, араб жазуларын пайдаланып жүрді. Төте жазуды қолданыста жүрген араб алфавитін негізге алып, қазақша дыбыстарға бейіндеп жасап шығарады. Сол уақыттан 1929 жылға дейін мектептерде оқытылып, сол уақытта кітаптар төте жазумен жазылып келеді. Сол жылдары латиницаның шашпауын көтеріп, орыстарға қазақша үйретемін деп жүргендердің бірі Телжан Шонанов еді. Кеңес үкіметінің сайқал басшылығы жазуымыздан айырып, араб жазу арқылы бұлар Аллахқа жақын болады деп, латын жазуын енгізеді. Артынша 10 шақты жыл өте қазіргі пайдаланып жүрген кириллицаны тағдырымызға жазып қояды. Бұл әрине масаша ызыңдап қара халықты оятқан Ахмет Байтұрсынұлының ерен еңбегін жоққа шығару шығар. 5 рет түрмеге түсіп, мен кез келген билікке бас иемін, тек қана қазағымның құқығын қорғап, жағдайын жақсартыңдар деген Ахмет Байтұрсынұлы. Жоқ затты бар деу оңай, бар затты жоқ деу қиын, себебі тарих жадымызда. Қазақша арнаға қолдау көрсету үшін лайк басып, тіркелу батырмасына саусағыңызды тигізе кетіңіз. Сенемін досым, өлгенмен өзім, ұрпаққа жетіп өлмейді сөзім, ақиқат таңы атады анық, осыған менің жетеді көзім.